Биосфера. Биосфера түсінігі. Биосфера құрылысы. Биогеоценоз. Біздің планетамызда өмір сүруге қолайлы орта онша көп емес. Ауаның, судың және топырақтың жұқа қабатында ғана тіршілік бар. Тірі организмдер орналасқан ауаның, судың және жердің қабаттары биосфера, байыз өмір, тіршілік, шпайкия дөңгелек шар деп аталады. Тірі организмдер өмір сүретін өзара байланыс, қарым-қатынас жасайтын табиғи ортаны, атмосфера мен гидросфераның төменгі қабаттарын, литосфераның жоғарғы қабатын биосфера деп атауды ғалым Зюс ұсынған болатын. Осы күнгі биосфера туралы түсінік белгілі орыс ғалымы, академик И. Вернадскийдің Францияның Сорбонн университеттерінде оқыған лекцияларында оқыған болатын. Ғалымның пайымдауынша ноосфераға биосфераның жоғарғы сатысы болып саналады. Қоғам мүшелері мен табиғат арақатынасында адамдардың іс-әрекеті, ақыл, ойы шешуші күшке айналады. Жаратылыс заңдарын біліп, түсініп, техника мен жұмыс әдістерін жетілдіре отырып, адамдар өздерінің ықпалы мен әсерін одан әрі күшейте түседі. Жер бетіне көптеген өзгерістер енгізеді, табиғат процестерінің жүруіне ықпал жасайды. Биосфера құрылысы. Биосфера, грекше биос өмір және тіршілік, спайра, сфера. Шар, қоршаған орта деген сөздерінен алынған, яғни жер шарындағы адамзаттың, жан-жануарлардың, өсімдіктердің және басқа тірі организмдердің тіршілік ететін ортасы деген мағына береді. Биосфера ұғымы ғылымға кездейсоқ енген жоқ. Атмосфера жер шарын түгелдей орап тұрады. Ол гректің атмос бу, спайра, сфера, шар деген сөзден шыққан. Тропосфера, грекше тропос, бұрылыс, сфера, шар, қазақша өзгермелі қабат деген шағына береді. Ол атмосфераның жер бетіне тікелей жайласқан төменгі тығыз қабаты. Оның орташа биіктігі 10-12 километрге дейін жетеді. Стратосфера латынша төсем, сфера шар, теңіз деңгейінен 9-11 км. Жоғары жататын атмосфера қабаты. Мұнда ылғал жоқ. Бұлтта болмайды. Ионосфера гректің ион қозғалғыш қабат деген сөзінен алынған. Бұл орта тропосфера сияқты көбінесе оттегі мен азоттан құралады. Газдардың тек жекелеген молекулалары, иондар мен атомдары ғана кездеседі. Гидросфера әртүрлі табиғи су қоймаларынан, мұхиттардан, теңіздерден, көлдерден, өзендерден құралады. Су биосферасы. Бұл теңіз деңгейінен жоғары тұратын құрлықтың көлемінен 10 есе артық. Литосфера жердің қатты қабаты. Ол 2 қабаттан құрылған. Үстіңгі қабаты граниттен, оның қалыңдығы 10-40 км-ге дейін жетеді. Жер биосферасы. Жердің қалай пайда болғаны туралы бірнеше жорамал бар. Биосфера су деңгейінен бастап, тау жоспаларының шыңдарына дейін бүкіл құрғақ жер және ауа алып жатыр. Биосферадағы ерекшеліктер. Біріншіден, биосферада сұйық күйдегі судың мөлшері айтарлықтай көп. Үлкен геологиялық, тірі және өлі табиғат атомдары арасындағы биогендік миграция. Кіші биологиялық, тірі ағзалар атомдары арасындағы биогендік миграция. Биосферада тіршілік қалай пайда болды? Тіршілік жайындағы идеалистік концепцияның пайда болғанына ондаған ғасыр болды. Биогеоценоз. Экожүйе бір-бірімен қарым-қатынастағы екі негізгі құраушы экотоптан, жансыз бөлігі, және биоценоздан, жанды бөлігі тұрады. Экотопқа биотикалық құрылымдар, литосфера, гидросфера, атмосфера кіреді. Биоценоз деген терминді ғылымға неміс биологы К. Мебиус 1877 жылы енгізген. Биогеоценоз жер бетінің белгілі бір танабына қатысты қарастырылатын биоценоз бен биотоптың бір тұтастығы, ал экожүйе болса одан біршама ауқымдырақ ұғым. Биогеоценоздың экологиялық құрылымы. Әрбір биогеоценоз негізінен 2 құрылымды бөліктен тұрады. Бір аймақтағы тіршілік етуші тірі ағзалар. 2 ағзалар тіршілік ететін орта жағдайлары. Кез келген биогеоценоздың негізін жасыл өсімдіктер құрайды, оларды продуценттер деп атайды. Сонымен қатар, әрбір биогеоценоз құрамында өсімдіктер немесе басқада жануарлармен қоректенетін, яғни дайын органикалық заттарды пайдаланатындар консументтер деп аталады. Биогеоценоз құрамында ыдыратушыларды редуценттер деп атайды. Экологиялық пирамиданың мына категорияларын бөлуге болады. 1. Сандар пирамидасы, әрбір трофикалық сатыдағы даралар саны.
2. Биомасса пирамидасы, әрбір сатыдағы органикалық заттардың биомассасы. 3. Энергия пирамидасы, әрбір сатыдағы жұмсалған энергия мөлшері. Экожүйелер және биогеоценоз ұғымдары бір-бірімен ұқсас, жүйе ішінде айналымда болады. Биогеоценоз белгілі бір аймақты қамтиды. Олай болса, биогеоценоз жер бетінің белгілі бір бөлшегін алып жатқан өсімдіктер жиынтығымен немесе фитоценозбен сипатталады. Мұндай түрлі өзгерістер әр бірлестіктерде болады. Оларды екі түрлі типке бөлуге болады. Бір тізбекті өзгерістер, екі түспелі өзгерістер. Бірінші сукцессия тіршілігі жоқ жерде тіршілік туғызады. Екінші сукцессия бұрын тіршілік болып, түрлі экстремалдық жағдайларға байланысты жойылып кеткен жерде тіршілік пайда болуы немесе басқадай ағзалық құрамда қайта қалпына келтіреді. Экожүйенің тұрақтылығы, биологиялық айналымның сенімді өтуі, түрлердің әр түрлілігіне негізделген, және сукцессияның толықтылығы сол бірлестіктің эволюциялық ұзақ өзгерісінен туындаған. Биотоп көлеміне қарай әр түрлі дәрежедегі экожүйелерді ажыратуға болады. Айталық, биогеоценоз ең төменгі дәрежедегі экожүйе, егер болса, биосфера ең жоғарғы, яғни бірінші дәрежедегі экожүйе.